Тимон ма? Ағай, звук естілмейді, дауыс. Саламатсыздар ма? Бізде не? Хақназар именно 1538-80 жылдары билік еткенін білеміз. Бірақ Хақназар хан біз заңдар жинағы деген нәрсе келген кезде бізде ол жоқ. Не бар бізде? Бізде Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы және Тәуке ханның жеті жарғысы. Сондықтан бұл жерде егер линия алатын болсақ, бізде мына жақта Қасым болады. Одан кейін мында Есім хан, одан кейін Тәуке хан болады. Получается, Хақназар кімнің кездерінде билік еткен? Осы аралықта билік еткен. Сондықтан бұл кімнің заң жүйесіне не істеді? Қолданды? Қасым ханның қасқа жолына байланысты. Егер бірінші сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз. Жауабы Қасым ханның қасқа жолы болады бұл. Скринді алыңыздар еще. Біз жалғастырамыз. Келесі сұрақ. 3. Зарзаман ақындары деген атауды алғаш ғылым айналымға енгізген зерттеуші кім? Енді Зарзаман ақындары деген кезде, да? Біз кімді білеміз? Зарзаман ақындарына. Кімді айта аласыздар? Дулат Бабатайұлы, да? Бабатайұлы. Мұрат Мөңкеұлы. Және үшінші Шортанбай Қанайұлы. Деген кезде бұл үш адамға зар заман ақындары деп әдебиетте атаймыз. Біз өткен болатынбыз барымызды. Сондықтан бірақ бұны атаған бізде Мұхтар Әуезов болады. Жауабы. Үшінші сұрағымыз түсінікті болса, біз жалғастырамыз. Кеттік. Еще оқушылар бұны именно ютубтан көре аласыздар. Келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының алғашқы қолбасшысы кім болды дейді. Енді ең алғаш бұл дивизия. Нешінші? 8-ші дивизия. Бірақ 8-ші дивизия ол қайдан келді? 316-ші атқыштар дивизиясынан тірі қалған, аман есен қалған адамдарды жинап, 8-ші гвардиялық атқыштар дивизия болды. Сол кезде бұған басшылық еткен дивизиян басқарған. Бұл Панфилов. Кім емес? Бауыржан Момышұлы болмайды. Бауыржан Момышұлы кім ол? Ол комбат болған. Командир батальоны болған. Егер бұл сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз. Келесі 5-ші сұрақ. Тарихта алғаш болып өз атынан теңге соқтырған Алтын Орда билеушісі кім дейді? Енді Алтын Орданы алайық. Орда. Негізін салған Бату. Да?
өзі ислам дінін қабылдаған, одан кейін именно Египетпен деп келеді ғой көбінесе бізде. Бұл берке. Ал мың, білесіздер, мың бізде 266-80 жылдары осы жерде кім билік етті? Осы аралықта мына адам билік етті. Мөңке Темір. Өзбек емес, өзбек ол 1312-42 жылдар. Мөңке Темір ол. Мөңке Темір экономикалық жағынан не істеді? Басым түсті. Мемлекетті дамыттырды, айтқанда. Сондықтан жауабы Мөңке Темір болады. Ал ең беделді уақытқа, ең көркейген тұсы ол Өзбек ханымен байланысты. Бізде ұбт-да келеді, не деп келеді? Алтын Орда ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялаған кімнің тұсында? Как раз осы Өзбек ханның тұсында. Егер сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз онда. Алтыншы сұрақ. Алтыншы сұрақ. Дәл біздегі өткен төртінші сұраққа ұқсас болып келеді. Ұлы Отан соғысы кезінде қазақтардың құралған және Мәскеу түбінде шайқаста ерлік көрсеткен дивизия, манағы біз талдадық бұны, бұл 316-шы атқыштар дивизиясы Алматыда құрылған. Волоколамское шоссе дейді ғой, сол кітапта баяндалады, бұл Алматыда құрылған, Талғар жақта құрылған туралы. Сондықтан біз бұны талдамаймыз, біз келесі сұраққа өтеміз онда. Егер сұрақ болмаса сіздерде. 7. Керемет бір сұрақ тағы да. Бұл мемлекеттік думада қазақ халқының мүддесін қорғаған орыс депутаты. Керенский емес, Керенский себебі уақытша үкіметті не істеді, билік етті кейін. Бұл жерде жауап Столыпин реформасы, аграр реформа ұйымдастырған, ода емес, бізде жауап Сидельников болады. Яғни Сидельников мемлекеттік думада орыс бола тұра қазақтардың мүддесін қорғаны. Яғни қазақтардың жерін қайтарып беруді талап еткен. Егер сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз. Келесі сұрағымыз. Келесі сұрақ 8. Керемет бір сұрақтардың бірі. Бұл жерде 1925 жыл. Не болды? Құрметті оқушылар. 1925-те. Жауапты бір қарап жіберейік. Дұрыс. Жауап қазақ халқына ресми түрде ұлт атауы қайтарылды, қырғыз атауының орнына қазақ деп өзгертілді. Бұнда фактор көп, да? Қырғыз деудің орнына қазақ деп атауына бастайды. Ол бір. 2. Орынбор қаласынан қайда өзгертілді? Қызыл Орда. Немесе біз білетін Ақ мешіт. 3-ші бізде қазақ КСР-ның басшысы болып кім отырды? Голощекин отырады. Сабақ. Сұрақ түсінікті болса, 8-ші сұрақ біз жалғастырамыз оқушылар. Келесі. Асия дауысты алып тастасақ жақсы болар еді. 9. Енді оңай сұрақ оқушылар. Бұны қатты талдаудың да қажет жоқ деп ойлаймын. Шығыс Еуропа жерінде билік жүргізген әйгілі ғұн қолбасшысы. Очевидно жауап әрине Аттила. Бірақ Аттиланың білесіздер именно не болып келеді? 400-453 жылдары билік еткен. Өмір сүрген, то есть. Өмірінде ең жойқын бір шайқас ол Каталаун шайқасы да, біз білетін. 10-шы сұрақ. Түргештер. Түргештер туралы не білеміз оқушылар?
түргеш қағанаты. 704, 756 екенін итақ білеміз. Да? Негізін салушы үшілік екенін білеміз. Жетісуда өмір сүргенін білеміз. Ал осы үшілік 704-706 жылдары билік еткен. Мемлекетті неше аймаққа бөлген? 20 аймаққа бөлген. Әрбір аймақ соғыс уақытында 7 000 адам шығара алған. Сондықтан жауабы бізде бұл жерде бұл болады. Бірақ түргештердің өздері қара, сары деп екіге бөлдік. Бір бөлігі шудың бойында суяп, екіншісі іленің бойында күңгіт. Егер сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз оқушылар. Келесі. 11-ші сұрақ. Керемет бір сұрақтардың бірі. Бұл жерде бізде не сұрап тұр? Кеңестік кезеңде карточкалық жүйе енгізілген. Енді білесіздер, карточка не үшін пайдаланғанын, яғни азық-түлік ақшаны орнына, ақшаны алып тастау мақсатында капиталистік жүйені орнатпау туралы. Сондықтан карточкалық жүйені алып келеді бізде. Сол кезде карточкалық жүйе қашан енгізілді? Сіздер білесіздер, бізде 1918 жылы азамат соғысы болады. Осы азамат соғысы кезінде бізде не болады? Әскери коммунизм деп аталған экономикалық саясат енгізіледі. Яғни 1918-ден 1921 жылдар аралығында. Осы кезде бізде мемлекет барлық нәрсе экономикалық жағынан, завод, фабрика барлығы неге өтеді? Мемлекет қарамағына өтеді да, бұл саясат әскери коммунизм деп аталады. Және карточкалық жүйе енгізілген болатын. Одан кейін Сталиннан кейін бізде білесіздер, бұл карточкалық жүйе жойылды. Ал бұл жерде именно жаңа экономикалық саясат келеді оқушылар. Бізде 1921 жылы как раз именно сол бұл жүйені мемлекетті дамыттырады. Келесі. 12-ші сұрақ. 715-738 жылдары билік құрған түркі қағанатының билеушісі кім болған? Енді мұнда талдау керек болады. Бізде 715-738, немесе бұл информация 34-те келу мүмкін оқушылар. Сондықтан мән береміз. Қайда дейді? Түркі қағанаты. Бірақ біз білеміз, именно түркі қағанатында Жетісу аймағында кімдер өмір сүріп жатыр? Бұл біз білетін Түргеш қағанаты. Ал варианттарын қарайтын болсақ, бұл варианттар Түргеш қағанатына қатысы жоқ. Сондықтан бұл Шығыс түрік қағанаты. Яғни Шығыс түрік қағанаты қай жылдар өмір сүрген? 682-744 жылдар өмір сүрген. Негізін салушы болып, міне, Қапаған негізін салған. Қапаған қай жылдар билік еткен? 699 деп 715 деп келеді Қапаған. Қапаған отырады, одан кейін Білге отырған. Білгеден кейін Күлтегін отырған. Ал Тоны көк болса, бұл не? Советник, кеңесші болған. Кімдердің? Білге және Күлтегін қағандардың кеңесшісі болған. Сондықтан бұл жердегі жауап Білге қаған болады. Білге қаған. Жауабы 715-738 жылдары. Егер сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз. Келесі. Қайта құру. Перестройка. Бұл ентіда кездестірдіңіздер ме? Перестройка қашан орын алған?
қайта құру саясат, яғни қайта құру более демократиялық жолға бет бұру мақсатында экономиканы именно реттеу болып саналады. Себебі тоқырау кезеңінен кейін қайта құру бұл қашан басталған? 1985-тен 1991 жылдар аралығында орын алған. Сондықтан жауабы бұл жерде кім болады? Горбачев болады. Горбачевке қатысты. Егер сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз оқушылар. 14-ші сұрақ. Мына сұрақты кездестірдіңіздер ме? Маргуш мәдениеті қай аймақта орналасқан? Біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта, 2-ші мыңжылдықта, да? Маргуш ол Бактрия мәдениетімен тұспа-тұс келеді. Сондықтан бұның ерекшелігі мәдениеттің ирригация дейді ғой бізде. Не? Егінді, то есть егінді суармалы егіншілікті дамыған осы аралықта. Сондықтан бұлардың орталығы болып саналатын бұл Мерв болады. Мерв. Қазір Түркменстан аймағы Маргуш мәдениетінің орталығы Мерв қаласы болған. Егер сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз. 15. Керемет бір сұрақ. Бұны талдау керек болады. КСРО қайта құру, біз білеміз, қайта құру 1985 пен 1991 жылдар аралығы Михаил Горбачевтың саясатына ашық түрде қарсы білдірген. Яғни оппозиция болған. Реформаларды сынаған, еще Горбачевтың. Және 1991 жылы не болды бізде? Төңкеріс болды. Да? Қатысқан саяси топ. Енді қараймыз. Бізде не болады? Мұнда Горбачев бар. Горбачев айтады, көп жерлерде білесіздер, именно бізде желтоқсан оқиғасы болды, басқа прибалтикалық мемлекеттерде көтеріс болады, Украинада көтеріс болады. Яғни барлығы тәуелсіздікке қол жеткізгісі келіп жатыр. Горбачевтың именно реформалары қатты халыққа ұнамды болмай жатыр. Басқа мемлекеттер болса 91-ді қараңыздар, көбісі тәуелсіздік алды. Білесіздер, Қазақстан Республикасы КСРО-ның ішінде, мемлекеттердің ішіндегі ең соңғы тәуелсіздігі алған бір мемлекет болып саналады. Ең соңғы. Сол кезде Горбачев барлығына именно тәуелсіздік беріп жатыр. Бірақ та бір топ өкілдер, кім? Крючков, КМБ-ның сол кезде КГБ-ның бастығы, Крючков және оның командасы не істейді? Государственный комитет чрезвычайных происшествий, яғни төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комитет мүшелерін құрады. Мақсат не дейді? Горбачевті, сол кезде Қырымда болған Горбачевті үй қамаққа дейді ғой, алдыртып, сол КСРО-ны қайта құрғысы келеді. Бірақ бұл көтеріліс, бұл төңкеріс, яғни переворот жасағысы келді. Бірақ төңкеріс не болды? Сәтсіз аяқталды. Сондықтан жауабы неқта ГКЧП болады. Мынау аббревиатурасы орысша ГКЧП-ның. Егер сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз оқушылар. Кеттік. Мургапия. Келесі. 16.1597 жыл. Тәуекел ханның Бұхар хандығына жасаған жорығының нәтижесі қандай болды? Біз не істейміз оны? Талдайық. Тәуекел хан деп. Тәуекел хан. Тәуекел хан қай жылдар билік етті? 1582-1598 жылы қайтыс болды да. Енді
бұхар хандығын да біз білеміз. Бұхар хандығына байланысты. Бұл жерде жауап не қайсысы болады? Тәуекел хан. Не. Жауабы Б болады бұл жерде. Неге? Самарқандты алды, бірақ Самарқандты қоршап жатқан кезде, да, Самарқандты алды, бірақ шайқаста жарияланып Бұхар хандығымен, бұл Самарқанд маңында көп ұзамай қайтыс болды. Ташкентте қайтыс болды, одан кейін неде? Түркістанды жерленген. Жауап болады ұқсас. Кейін бұл соғысты қазақ бұхар мен Есім хан жалғастырды. Бірақ официально білесіздер, қазақ бұхар соғысы 1603-1624 жылы деп келеді. Ең алғашқы жері Айғыр жар деген аймақта болды, мекенде. Сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырайық онда. Келесі сұрағымыз 17. Керемет бір сұрақ. 1911-1915 жылдары. Енді әрбірін талдайтын болсақ, бізде Серке газетісі 1907 жылы тек қана бір-ақ рет шыққан болды. Қазақ газетісі білесіздер 1913-1918 Ахмет ағамыз, Ахмет Байтұрсынұлы ағамыздың редакторлығымен шыққан газет. Дала уәлаяты 1888-1902 жылдар аралығында. Яғни бұл жердегі Орал, Торғай, Ақмола, Семей аймағындағы плюс еще Жетісу бар. Дала деп аталатын аймаққа Дала уәлаяты деген газет шықты. Ал жауабы 1911 мен 15-те бұл Айқап болады. Троицк қаласында қай жылдары кімнің редакторлығымен? Мұхамеджан Сералин ағамыздың редакторлығымен не істеді? Троицк қаласында шығып отырған. Жалғастырайық онда. Келесі біздегі сұрақ бұл 18-ші сұрақ. Керемет бір сұрақтардың бірі тағы да 2000 жыл. Астанада 5 мемлекет, яғни Орта Азия мемлекеттері қосылып, өңірлік ұйым қалай аталынды? Бұл жерде қараймыз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы қашан? Бұл 2001-де. ОДКБ 92-ші жылы 92-де шартқа қол қойған, ал 2002-де құрылды. Евразес, бұл 2015-те құрылды, ал Евразия экономикалық қауымдастық бізде 2000-ші жылы құрылды. Сондықтан жауап бұл жерде Д болады. Бұл бізде байтқанда подсказ болған жыл. Сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз оқушылар, құрметті. Келесі, 19-ші сұрақ. 1869 жылы Ыбырай Алтынсарин қандай қызметке тағайындалды? Бізде Ыбырай атамыз директор болмаған, да? Торғай облысы газеттің редакторы болмаған. Бірақ мына екеуінің жауабына келеді. Бірақ 1869 бұл подсказка. Сондықтан жауабы не болады? С болады. Жауап С. Торғай уезінің халық ағарту ісі жөнінде инспектор болады. Яғни дүниежүзілік мектептер форматындағы Қазақстанда мектеп ашқысы келеді, мектептер көп ашқысы келеді, және де қыздарымызға арнап мектеп ашқысы келеді. Ал мынау да тоже Ыбырай Алтынсаринмен байланысты, бірақ бұл хрестоматия 1879 жылы ғана шыққан. Қазақ хрестоматиясының авторы 1879-да.
Егер сұрақ түсінікті болса, біз жалғастырамыз. Енді 20-шы сұрақ. Қазақ хандығы оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстандағы жерлерді қайтарып алып, Түркістанды не істеген, астана еткен тарихи оқиға қай ханның тұсында болды? Бұл уже прям подсказка ғой. Жауабы қайсы болады, оқушылар? Әрине С. Дұрыс айтасыздар. Бұл бізде Түркістан көбінесе кіммен байланысты? Есім ханмен байланысты. Есім ханмен. Не істеді? Бұхарамен бітім жасайды. Ташкентті алады. Түркістан, Ташкент, Сайрам. Түркістан, Сайрам, Ташкент қалаларын не істеді? Қайтарды. Қайтарып алды немесе. Және қашан? 16-16, да? 1616 жылы біздің астанамыз Түркістан қаласы болды. Осылай. Оқшау сұрақ бар ма? Егер сұрақ түсінікті болса, біз осымен бүгінгі нұсқа талдауымыз тамам. Бұйырса, тағы да бәлкім ертең жалғастырамыз. Ұнатты деген ойдамын. Рахмет. Сау болыңыздар.